Сәлем достар. Сәлем достар, бүгін біз Асылым екеуміз мен зерттеушімін деген байқауға қатысып жатырмыз. Біз байқауға судан тәжірибе жасаймыз. Айта қойып кеттік. Бізде қандай су, неше су бар? Екі су бар, иә? Ананың суы қандай, сенің суың қандай? Мынау қандай су? Тұз су. Мынау қандай су? Таза су. Тұз суға біз не істейміз? Тұз саламыз, иә? Кіраш апай тұз сала қояды екен басын. Сендер оңқай екенсің. Тұз салып былғаймыз, иә? Сосын бұған біз не саламыз? Жұмыртқа саламыз. Дәле дұрыс айтасың, сен балаға бірге салайық, иә, бірге. 1, 2, 3. Қараш, енді. Тұз судың жұмыртқасы қайда тұр? Жоғарда тұр. Таза судың жұмыртқасы? Астыда тұр. Өйткені бізде бұл таза тұзды су болғасын жұмыртқа жоғары көтеріліп тұр, иә? Мынау таза су болғандықтан бізде жұмыртқа көтерілмейді, астында болады, иә? Осымен біздің суда жасалған тәжірибеміз аяқталды.